Баршаңызға сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сізбен бірге ағылшын тіліндегі speaking skills'ты, яғни speaking дағдыңызды жоғарылатуға болатын ең үздік фразалармен бөлісетін боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып кетіңіздер, сонда алдағы уақытта шығатын пайдалы видеоларды жіберіп алмай көре аласыздар. Жалпы бүгінгі тақырып бізде ағылшын тіліндегі speaking дағдыңызды жоғарылату. Көп жағдайда байқаймын, көп адамдар өздерінің спикингін well, so, деп бастайды. Жоқ, бұлай бастауды доғарыңыз. It's so boring, guys. Let's start new words, new phrases. For example, мысалы, сіз өзіңіздің спикинг дағдыңызды ерекше етіп, және де, мысалы, IELTS-та, қандай бір TOEFL тесттерде спикингді 6,5, 6,5, немесе 7,5 балдан жоғары көргіңіз келсе, онда бұл сөздерді мүлдем доғару керек. Мысалы, кез келген спикинг дағдысында ең алдымен сіздерден сұрайды, өзіңізді таныстыра кетіңізші деп. Сол кезде well, so, I talking деп бастасам, ол өте бір скучный спикинг болады да, ол спикингті жоғалту үшін, яғни жоқ қылу үшін қандай оның орнына фразаларды қолданамыз. Жалпы бірінші фраза ол that's an interesting complex question деп айтсаңыз болады. Мысалы, сізге бір сұрақ қойылады, және сіз айтасыз, oh, that's an interesting question деп бастай бересіз. That's an interesting question деген бұл өте қызықты сұрақ. Ал that's an complex question деген бұл өте бір күрделі сұрақ дегендей. Яғни сіз спикинг дағдыңыздың сразу қандай да бір фразалармен араластырып сөйлей алатыныңызды бірден көрсетесіз. Және де ең алдымен кез келген спикингта сізден бірінші personal ability сұрайды, personal profile, яғни өзіңізді жеке қалай таныстырасыз деп. Дәл сол жағдайда my name is Айтолқын and I'm 14 деп таныстыру өте boring. So boring, guys. Оның орнына сіздер таныстыра аласыздар. I would like to highlight by mentioning an interesting fact of my life. Менің өмірімдегі қызықты фактілермен таныстыра бастайын. Яғни I would like, яғни мен қалаймын деп бастайды. Сол жағдайда сонда сіздің спикингіңіз прям күшті болады. Көзбен қарастырсақ, мысалы, Hi guys, my name is Айтолқын, I'm 14 деп таныстырудың орнына I would like to highlight by mentioning an interesting fact from my life. So that's I am a YouTuber teacher. Мысалы, менің өмірімдегі қызықты фактілердің бірі, мен жас ерекшелігіме қарамай, YouTube'да мұғаліммін деп таныстыра аламын. Сіздер де өзіңіздің бір ерекше қабілеттеріңізді, your abilities, opportunities, please. Өзіңіздің ability, яғни мүмкіндіктеріңізді, өзіңіздің бір қабілеттеріңізді бірден осылай таныстырған жөн. Түсінікті ғой. Жалпы бұл бізде таныстырылым басындағы айтылатын сөздер, және де мысалы өзіңізді қандай адам ретінде таныстырасыз десе, I consider to be an educated person. Мен өзімді білімді адам ретінде таныстырамын. I consider myself to be an educated person. Түсінікті ғой. Жалпы бұл фразалардың барлығы адамды таныстырған кезде қолданылады. Келесі фразалар ол бізде мысалы сізден бірде сөз сұрайды. Сізге ұнайтын хобби, сізге ұнайтын тамақ, немесе сізге ұнайтын бір кітаптар, немесе сіз нені жақсы көресіз, сол жайында сұрайды. Сол кезде көп жағдайда көп оқушылар I like деп жауап береді. It's so boring, guys. Let's start new words. I like деген сөз жалпы тіпті ағылшын тілін үйренбеген адамның өзі, ағылшын тілін үйренбеген баланың өзі I like деген сөз біледі. Оның орнына I'm really keen on, I'm a great fan of, I'm eager to something. Мысалы, I'm really keen on деген мен соның ішіне кіріп кеткенмін. I'm a great fan of, мен соның күшті фанаттымын. I'm eager to, я хочу этого. Яғни, сіздің I like деген сөздің орнына қолданылатын фразалар. Бұлар өте қарапайым фразалар болып табылады. Оның орнына, мысалы, I'm really keen on, I'm a great fan of деген фразалармен сөйлегіңіз келмесе, одан да басқа көптеген фразалар бар, бірақ дәл осы фразаларды бір ерекше ретінде таныстыра аламын. Өйткені бұл фразаларды көп жағдайда қолдана бермейді, және осы фразалар арқылы өзіңіздің сөйлеу деңгейіңіздің advanced деңгейіне дейін, яғни intermediate деңгейіндегі
intermediate, up intermediate деңгейіндегі оқушы ретінде таныстырып көрсете аласыз. Және келесі part, яғни speaking time'да, speaking уақытында партқа бөліп қойды, бөлімге. Part 1 ол өзіңізді таныстыру, part 2 өзіңізге ұнайтын заттарды айту, part 3 яғни үшінші бөлім ол сіздің ойыңызды, your opinion. So, when somebody asks from our opinion, so a lot of students say that I think кез келген жағдайда, кез келген адам сіздің ойыңызды, сіздің өз тұлғалық ойыңызды сұраған кезде көп адам I think деп жауап береді. Жоқ, I think деп жауап берудің өзін шынымен өте beginner тіпті деңгейінде жауап беретін оқушылардың сөздері I think дегеннің орнына in my view деп жауап берсеңіз болады. Мысалы, in my view ол менің көзқарасым бойынша I personally believe that мен адами тұлға ретінде сенемін деп жауап берсеңіз болады. I would argue that мен оған келісемін деп жауап берсеңіз болады. Яғни in my opinion, I think деудің орнына in my view, I personally believe, I would agree that деп айтсаңыздар болады. Яғни opinion өз ойыңызды айтатын кезде бұл фразаларды ешқашан қолданбаңыз. I think, in my opinion деген орнына, оның орнына in my view, I personally believe, I would argue that деп жауап берсеңіз тамаша, күшті кетеді. Енді келесі кезекте, мысалы, кез келген сөйлеу дағдысындағы адамдың ең алдымен модальды етістікпен сынайды. Ол қалай? Модальды етістік ол сіздің necessary, сіздің қажеттіліктеріңізді, сіздің мүмкіндіктеріңізді айтуға арналған прям ерекше выход, яғни прям өте ерекше фишка деп айтсақ та болады. Өйткені осы фишкалар арқылы сіздердің ағылшын деңгейлеріңіздің жоғары екендігін бірден көрсете аласыз. Мысалы, тіпті мектеп оқушысының өзі біледі, I can, I could деп айтуды. I can деген мен істей алу. Осы can модаль жетістігінің орнына одан да басқа бір әдемі, бір керемет, құлаққа жағымды естілетін модаль жетістіктерді қолдансақ, for example, мысалы үшін maybe, may, it's quite possible that деп жауап берулерін сұраймын. Мысалы, may, necessary модаль жетістіктер, қажеттілікті талап ететін модаль жетістіктерді қолдансақ болады. May, might деген секілді, одан кейін must, should, have to деген модальды етістіктерді қолдануларыңызды ұсынамын. Осы модальды етістіктер арқылы ағылшын тіліңіздің деңгейі жоғары екендігін көрсете аласыз. Сонымен қатар келесі партта осы сіздің барлығын тексеріп алады, одан кейін сразу adjectiveке өтеді. Adjective дегеніміз ол мысалы сын есімдер. Кез келген затты сізден сипаттауын сұрауы мүмкін. Сол кезде сіз қалай жауап бересіз? Жалпы адамның эмоциясын білдіретін ең топовый сын есімдердің сіздерге реттілігін берейін. Ол angry, happy, upset, thrilled, amazed, cheerful, confident, considerate, exhausted, frightened. Осы сын есімдер арқылы сіздер шын мәнінде адамның эмоциясын бірден жеткізе аласыздар. Осы сын есімдерді қолдансаңыздар, сіздердің спикинг дағдыларыңыздың ерекше екендігін бірден көрсете аласыздар. Жалпы бүгінгі сабақта мен барынша спикинг дағдыңызды қалай жоғарылатуға болатынын және құлаққа жағымды болып естілетін өте бір скучный спикингтен арылудың жолдарын мен айттым. Егер осы фразаларды қолданатын болсаңыздар, сіздердің спикинг дағдыларыңыз IELTS экзаменінде де 6,5 балдан жоғары болатынына сенімдімін. Бұл жай ғана бір бөлігі, қалған бөліктері өте көп, яғни бұл фразалардың тек қана бір бөлігі десек те болады, өйткені бұл ағылшын тілінде өте көп фразалар бар. Енді бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Барынша полезный информациялармен бөлісуге тырыстым.
Сабақта байқасаңыздар, жартылай қазақша, жарты ағылшынша сөйлеп отырдым. Себебі сіздердің ағылшын тілінде дағдыларыңыз, listening дағдыларыңыз қалыптассын деп. Яғни кез келген бір сөзді, мысалы, opinion деп айттым. Opinion деген өз ойыңыз. Сіз солай бірден өз миыңызға қондырып ала аласыз. So guys, it's the end of the class. Thanks for your watching the nice videos. So thanks for everybody. Осымен біздің бүгінгі сабақтаман. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Goodbye for everyone. Bye bye.